Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Ертегілерінде атты сахналық қойылымымызға қош келдіңіздер. 81-ші мектеп гимназияның 2-ші сынып оқушыларының түлкі, қоян және әтеш сахналық қойылымымызды тамашалаңыздар. Ертеде түлкі мен қоян дос болып өмір сүріпті. Екеуі тіпті көрші тұрған екен. Қоян үйін ағаштан, ал қу түлкі үйін мұздан салыпты. Содан күн жылынып, қар ери бастағанда түлкінің мұздан салған үйі еріп, су болып ағып кетіпті. Содан бір күні түлкі қоянға келіп: Қоянжан, біз екеуміз дос емеспіз бе? Бірге тұрайықшы. Жарайды достым, біз доспыз ғой, бірге тұрсақ тұрайық. Жоғары шық, түрлен. Піскені сол екен, түлкі қоянды үйінен қуып шығыпты. Қоян жылап, басы салбырап, далада отырады. Кенеттен иттер кездеседі. Қоянжан, неге жылап отырсың? Жыламай қайтейін, мені түлкі үйімнен қуып шықты. Түлкінің үйі мұздан салынған еді, ал менің үйім ағаштан салынған еді. Күн жылынып, түлкінің үйі еріп кетті. Ол мені қуып шықты. Қалай жыламайын? Қоянжан, сен жылама. Аф. Біз сенің үйіңді түлкіден алып береміз. Жүре ғой, Қоянжан. Сөйтіп иттер қоянның үйіне келеді. Ей, түлкі, шық үйден. Қоянның үйін босап қане. Маңғазданып түлкі пештен секіріп түсіп: Жоқ, мені де бере алмаймын. Мен шықсам, қазір сендерге жаман болады. Мен сендерді тістеп аламын. Мұны естіген иттер: Қой, басаманымызда қайтайық. Аф. Саған көмектесе алмайды екенбіз. Ренжіме, Қоянжан. Содан қоян қайтадан жылап отырады. Алдынан қорбандаған аю шығады. Ей, Қоянжан, неге жылап отырсың? Жыламай қайтейін, мені түлкі үйімнен қуып шықты. Түлкінің үйі мұздан салынған еді, ал менің үйім ағаштан салынған еді. Күн жылынып, түлкінің үйі еріп кетті. Ол мені үйімнен қуып шықты. Қалай жыламайын? Жүр, мен сенің үйіңді алып беремін түлкіден. Жоқ, иттер келіп менің үйімді ала алмады. Сен де ала алмайсың. Жүр, қанекей, алып беремін. Мен мықтамын. Сөйтіп аю қоянның үйіне келеді. Ей, түлкі, шық үйден. Қоянның үйін босат қане. Маңғазданып түлкі пештен секіріп түсіп: Жоқ, мені де бере алмаймын. Мен шықсам, қазір сендерге жаман болады. Мен сендерді тістеп аламын. Мұны естіген аю: Қой, бас аманда үйіме қайтайын. Қоянжан, көмектесе алмайды екенмін, ренжіме. Содан қоян қайтадан жылап ағаштың түбірінде отырады. Алдынан қасқыр шығады. Ей, Қоянжан, неге жылап отырсың? Жыламай қайтейін, мені түлкі үйімнен қуып шықты. Түлкінің үйі мұздан салынған еді, ал менің үйім ағаштан салынған еді. Күн жылынып, түлкінің үйі еріп кетті. Ол мені үйімнен қуып шықты. Қалай жыламайын? Жүр, мен саған үйіңді алып беремін түлкіден. Жоқ, иттер келіп менің үйімді ала алмады. Аю келіп ала алмады. Сен қайдан аласың? Жүр, мен күштімін, алып беремін. Сөйтіп қасқыр қоянның үйіне келеді. Ей, түлкі, шық үйден. Қоянның үйін босат қане. Маңғазданып түлкі пештен секіріп түсіп: Жоқ,
Yok, meni de bere almayman. Men çıksam қазір сендерге жаман болады. Мен сендерді тістеп аламын. Мұны естіген қасқыр, қой бас аманында қайтайын, қоянжан саған көмектесе алмайды екенмін, ренжіме. Содан қоян қайтадан жылап ағаштың түбінде отырады. Үйі жоқтың күйі жоқ деп, оның қасына кукареку, кукареку деп шалғы асынған әтеш келеді. Кукареку! Қоянжан, сен неге жылап отырсың? Жыламай қайтейін, мені түлкі үйімнен қуып шықты. Түлкінің үйі мұздан салынған еді, ал менің үйім ағаштан салынған еді. Күн жылынып түлкінің үйі еріп кетті. Ол мені қуып шықты, қалай жыламайын? Кукареку, жүр қалеріңді алып берейін. Жоқ, иттер келіп менің үйімді ала алмады. Аю келіп менің үйімді ала алмады. Қасқыр келіп менің үйімді ала алмады. Сен де ала алмайсың. Кукареку, жүр қалеріңді алып беремін. Сөйтіп әтеш қоянның үйіне келеді. Кукареку, кукареку, мойныма асқан шалғым бар. Шөп шабамын, түлкіні іздеп табамын. Түлкіні тауып алып, түлкінің де басын да шабамын. Түлкі шық үйден, босат үйді. Мұны естіген түлкі үрейленіп, Қазір, етігімді киіп алайын. Кукареку, кукареку, мойныма асқан шалғым бар. Шөп шабамын, түлкіні іздеп табамын. Түлкіні тауып алып, түлкінің де басын да шабамын. Түлкі шық үйден, босат үйді. Қазір киімімді киіп алайын. Кукареку, кукареку, мойныма асқан шалғым бар. Шөп шабамын, түлкіні іздеп табамын. Түлкіні тауып алып, түлкінің де басын да шабамын. Түлкі шық үйден, босат үйді. әтеш үшінші рет қайталап айтқанда, түлкі үйден атып шығып, орманға қарай қаша жөнеледі. Содан бері қоян өз үйінде тұрып, бақытты өмір сүреді. Сөйтіп қоян әтешке алғысын айтып, риза болады. Рахмет саған әтешжан. Ешкім алып бере алмаған еді, сен маған алып бердің. Мен саған өте ризамын. Біз екеуміз дос емеспіз бе? Менің үйіме кірші. Сөйтіп әтеш пен қоян бақытты өмір сүріпті. Қойылымды қойғандар жүргізуші Ғани Айсұлтан. Қоянның рөлінде Бақытжан Семанор. Түлкінің рөлінде Кеңес Әмена. Иттердің рөлінде Бейімбет Ислам және Ерғазы Ердәулет. Аюдың рөлінде Серікбай Мағжан. Қасқырдың рөлінде Нұрғанат Арнұр. Әтештің рөлінде Сембек Шыңғыс. Көріп тамашалағандарыңызға көп рахмет.